Ырғалысқан боянзарлықлар. Олар көбінесе Әмударияның екі бойында суға жақын жерлерде өседі. Біздің туылған өлкеміз Қарақалпақстанда ол бірнеше мың гектарлық көлемді иелейді. Боян тамырының дәрілік қасиеттерін дүния жүзі ілімпазлары әлі қашан дәлелеп қойыпты. Ол әттегі спид кеселдігін емлеуде де жақсы нәтиже береді екен. Бізде Қарақалпақстанда боян тамыры сырт елге шығаратығын өнім болып, ол республикамыздың экономикалық потенциалын бекемлеуге үлкен әхметке ие. Нөкіс районы боян тамырын жетістіру тарауында 21 жылдан берлі мүлтіксіз минет етіп кетірған номері 6 бригаданың бригадері Елубай Қайыпбергеновтың майданларындамыз. Әр қандай дақыл да өзі-өзінен бола бермейді. Сондықтан Қарақалпақ боян тамыр агроөндірістік бірлеспесінің бас агрономы Әділбай Сейфуллаев бұл жерлерде боян тамырын жетістірушілер арасында жиі болып тұрады. Шпабағыш қасиетлерін Боллы тауып Ибн Сина тарифлеп кеткен боян тамыры біздің ілімпазларымыздың да мұдамы дыққат орайында болып кетір. Солардың бірі химия ілімлерінің докторы Есемұрат Сейтмұратов. Қарақалпақстанда өсетұғын боян тамыр шығыс халықтарында бұрыннан қолданып келген женшеннен кейінгі екінші дәрілік өсімдік болып есептелінеді. Қарақалпақстандағы өсетұғын боян тамыр өзінде глицерин кислотасын мықтары бойынша басқа жақларда өсетұғын боян тамырлардан farqlanады. Біздегі өсетұғын боян тамырының составында глицерин кислотасы 7-ден 7-17%-ке дейін барады. Оннан да басқа қантлы затлар, басқа да дәрілі бірікпелер жасады. Біздің боян тамыр сырт елдерде жоғары бағаланады. Һәм техникалық өсімдіктердің ішіндегі экспорттың көп мықтарын құрайды. Боян тамыр медицинада 20 түрлі кеселдіктерге қолданылады. Соның ішінде дем қыспа кеселдігі, асқазан ішектілік кеселдіктері, сондай-ақ рак кеселдіктерін емдеуде қолданылады. Ішімдік затларды таярлауда, пепси, кока һәм де бальзамларды таярлауда кеңінен қолданылады. Оннан да басқа темекінің дәмін жақсылау үшін қолданылады. Әзіргі уақытларда бізден сленген боян тамырлардан химиялық жоллар менен әзіргі заманымыздағы ең ауыр кеселдіктердің бірі бұл ішкі организмдегі ісіклерді қайтаруда, жара пайда болған кеселдіктерді емлеуде қолданылатын дәріліктерді алу мүмкіндіктеріне ие. Бізде әзіргі уақытта алынған тамырлардың барлық мықтары дерлік басқа жақларда қайттан істелінеді.
Бұл өзіміздегі өсетіғін боян тамырдан, өзімізде Қарақалпақстанда зауыт құрылып, экстракт алып, медицинада қолданылатын дәріліклерді үсерде алсақ, біз боян тамырды 10-20 мәртебе дерлік қымбатқа сатқан болып сатынамыз. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 жыл 7 декабріндегі Өзбекстан Республикасында боян тамырын жетістіруді көбейту үләжлары хақында қарары бұл тарау қызметкерлері үшін үлкен ітібардың хақиқат белгісі болды. Бұл қарар бойынша боян тамыр өскен майданларды айрықша есепқа алу, оларды сақлауды тәминлеу, ол жерлерге жай салуға жол қоймау міндетленді. Бірақ тілекке қарсы айрым жерлерде мынандай ауқаллар жүз беріп атыр. Бізде боян тамырын жетістіруді бұннан бұлай да рауажландыру мүмкін. Лекін тілекке қарсы, бұл өнімлер менен істейтіғын бізде завод, фабрикалар жоқ. Осы жылдың өткен 4 айы ішінде Қарақалпақ боян тамыры агроөндірістік бірлеспесі 1000 тонна пресленген боян тамырын 18,5 миллион сумға сатты. Биылғы жылы бірлеспе боян тамырын жетілістіруді 4000 тоннаға жеткізуді әмелге асырмақшы. Боян тамырының қаридарлары Франция, Америка, Япония, Корея, Тайван һәм тағы да басқа елдер. Әзір бірлеспеде боян тамырын сырт елік қоспа карханалардың жәрдемінде санаатлық дикарда қайта істеп, боян тамыр экстрактын алу жұмыслары қолға алынбақта. Бұл бірлеспе алдында ашық түрдегі акционерлік жәмәат болу мәселесін қояды. 1997 инсан мәплері жылында бұл игіліклі істің әмелге асатуылығына ешкім күмән келтіре алмайды.